Саламатсыздар ма, құрметті қоғамдық тыңдауға қатысушылар. Мен Сүлейменов Нұржан Асқарұлы, Жаңақорған аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы жолаушылар көлігі және автожолдар бөлімінің сектор меңгерушісімін. Қазақстан Республикасының табиғат қорғау заңнамасына сәйкес Комхоз Жаңақорған жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізу барысында Қызылорда облысы Жаңақорған ауданында орналасқан қатты тұрмыстық қалдықтар полигоны жобасы бойынша бірінші санаттағы объектіге әсер етуге рұқсат алу үшін қоғамдық тыңдау өткізіп жатыр. Ақпарат халыққа газет арқылы хабарландырылды және хабарландырулар Қызылорда облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалану реттеу басқармасының интернет ресурсына орналастырылды. Қоғамдық тыңдау ашық деп жариялаймын. Қоғамдық тыңдауды өткізу үшін төраға мен хатшыны сайлау қажет. Яғни төраға ретінде өзімді, яғни Сүлейменов Нұржан Асқарұлы, хатшы ретінде Ахметов Ұланбек Мадиярұлы. Сіздердің назарларыңызға баяндама жасайтын осы тақырыпқа байланысты Комхоз Жаңақорған жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Садуақас Нұрлан Шамшидинұлына сөз береміз. Саламатсыздар ма? Тапсырыс беруші Комхоз Жаңақорған жауапкершілігі шектеулі серіктестігі полигон Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы аумағында орналасқан. Жер учаскесінің жалпы ауданы 20 гектар. Қалдықтарды автоматтандырылған сұрыптау пункті де Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Ордакент өңірінде орналасқан. Бұл нысанның жер аумағы 1,5 гектар. Тұрмыстық қатты қалдықтар полигонын салудың мақсаты қатты тұрмыстық қалдықтар жинау, тасымалдау, кәдеге жарату, өңдеу және көму қызметтерінің тиімділігін, сенімділігін, экологиялық және әлеуметтік қауіпсіздігін арттыру, сондай-ақ қалдықтарды қауіпсіз көму жағдайды қамтамасыз ету болып табылады. Қалдықтарды сұрыптау нәтижесінде көмуге жататын көлемі тәулігіне 6-3 тонна немесе жылына 2304 тонна қауіпті емес қалдықтарды құрайды. Яғни жалпы қалдықтардың 24% ғана полигонда көміледі. Қатты тұрмыстық қалдықтар полигондары үшін санитариялық қорғау аймағының ені 1 километр болып белгіленеді. Бізде 1,5 километр шығады екен. Учаске елді мекеннің селективтік аумағынан тыс құрылыс нысандарынан және жер асты инженерлік коммуникациялардан бұл салада орналасқан. Жоба бойынша келесі нысандардың құрылысы көзделген. Кезекші қызметтерге арналған ғимарат, қойма, бір орынды дәретхана, көмірге арналған навес, бақылау дезинфекциялау ваннасы, 3 метр куб көлеміндегі техникалық суға арналған ыдыс, әрқайсысы 25 метр куб болатын 2 өртке қарсы су қоймасы, 10 метр куб көлемінде шұңқыр және тазарту құрылыстары, қатты тұрмыстық қалдықтарды үйіп сақтау, тығыздау және оқшаулау жұмыстары полигонда толықтай механикаландырылған түрде жүргізіледі. Полигонның негізгі элементтеріне кіреберіс жол, тұрмыстық қатты қалдықтарды орналастыру учаскесі және шаруашылық аймағы жатады. Тұрмыстық қатты қалдықтар сақтау аймағы 11 траншейден тұрады. 2 траншейінің өлшем түбі бойынша 185-ке 5. 9 траншейінің өлшем түбі бойынша 279-да 5. Тұрмыстық қатты қалдықтар сақтау алаңы бір жұмыс траншеясынан қабылданған. Тереңдігі 1,2, қалдықтар 4 қабат етіп салынады. 1 қабат жер деңгейінде, ал 3 қабат жер бетінен жоғары. Қабылданған әдіс полиэтилен мембрана қосымша экран қолдануға негізделген. 1 қабат синтетикалық материал геомембрана. 2 қабат қалыңдығы 0,30 метр құмды топырақ. 3 қабат тығыздығы 0,5 метр болатын қатты тұрмыстық қалдықтар 2 қабат. 4 қабат қалыңдығы 0,5 метр болатын үстіңгі оқшаулаушы қабат. 5 қабат қалыңдығы 0,2 метр құнарлы өсімдік қабаты. Бұл жағдайда траншеяның жалпы тереңдігі өзгеріссіз қалады, яғни 3 метр. Жылына келіп түсетін қатты тұрмыстық қалдықтардың көлемі 9600. Қалдықтарды сұрыптауды ескере отырып, көмуге жататын қалдықтар көлемі тәулігіне
6,3 жылына 2304 тонна құрайды. Тұрмыстық қатты қалдықтар көму технология процесі. Қалдықтарды сұрыптау, өңдеуге жарамсыз қалдықтарды уақытша жол бойында траншея жанында түсіру. Тұрмыстық қатты қалдықтар траншеяға көшіру. Қалдықтарды карта қабаттап төсеу дейді. Тұрмыстық қатты қалдықтар қабат бойынша тығыздау, аралық немесе соңғы оқшаулаушы қабатты төсеу. Полигонда орындалатын негізгі жұмыстар өңдеуге жарамсыз тұрмыстық қатты қалдықтар қоқыс тастаушы көлікке тиеп шығару. Тұрмыстық қатты қалдықтар сақтау траншеясының жанындағы уақытша жолда қоқыс тасушы көліктің келуі және түсіруі. Бульдозердің қалдықтарды траншея және жұмыс аймағына жылжытуы. Қалдықтарды сақтау картасында бульдозермен тегістеу және нығыздау. Тұрмыстық қатты қалдықтар қабаттап орналастырып, қалыңдығы 1,5 метр қабатқа дейін тығыздау. Төселген қалдықтар сақтау картасында топырақпен оқшаулау. Қоқыс тас көліктерінің не болып кеткен әрімдер. Сұрыптау кешеніне тиесілі. Көму траншеясындай түсіреді. Тұрмыстық қатты қалдықтарды қабаттап қалыңдығы 0,5 метр аспайтын бульдозермен көму жұмыстары жүзеге асырылады. Қабаттар тығыздығы 0,85 текше метр жеткен әр қабат бойынша бульдозермен 4 рет тығыздалады. Атмосфералық ауа. Пайдалану кезінде атмосфералық ауаны ластаушы көздер мыналар болып табылады. Дизельдік электр станциясы, қоқыс тасушы көлік, бульдозер, тұрмыстық қатты қалдықтар нығыздау және өңдеу кезінде дизельдік отынды сақтауға арналған резервуар. Тұрмыстық қатты қалдықтар полигонының карталары автотұрақ. Жер асты, жер үсті сулары. Жұмыс орны су қорғау аймақтарынан және жер үсті су объектілерінен тыс жерде орналасқан. Нысанды сумен қамтамасыз ету жобаланған сыйымдылығы 2 метр куб болатын су ыдысынан қарастырылған. Су тасымалдап әкелінеді. Ағынды сулар көлемі 10 метр куб болатын жобаланған шұңқырға жіберіледі. Ағынды суларды қоршаған ортаға ағызылмайды. Өндірістік және тұтынушылық қалдықтар. Тұрмыстық қатты қалдықтар полигонын пайдалану кезеңінде персонал саны 14 адамды құрайды. Персоналдың тұрмыстық қызметі нәтижесінде түзілетін қатты тұрмыстық қалдықтар көлемі 1,5 тонна жылына. Ғимараттарды жабдықтандыруға арналған пайдаланылған шамдар көлемі 0,2. Қалдықтар территориядан мамандандырылған үймен келісімшарт бойынша шығарылады, әрі қарай пайдаланылады. Қалдықтар басқару талаптары сақталған жағдайда қоршаған ортада ластау болжанбайды. Өсімдіктер мен жануарлар дүниесі. Жасыл екпелерді кесу, мәжбүрлеу, көшіру көзделмейді. Қызыл кітапқа енген жануарлар мен құстардың көбею және ұя салу орындары жоқ. Қалдықтары басқа бағдарламасын іске асыру жөнінде іс-шаралар жоспары дейді. Пластмасса, пластик, полиэтилен және ПЭТ дейді ғой, ПЭТ қаптамалары, макулатура, картон мен қағаз қалдықтары әйнек сынықтарын пайда болу кезінде бөлек жинайды. Биологиялық ыдырайтын және құрылыс қалдықтарын көму көлемін азайту, сондай-ақ органикалық қалдықтарды пайда болу кезінде бөлек жинау дейді. Баяндама аяқталды. Сұрақтарыңыз болса, жауап берейік мүмкіндігінше. Осы баяндамаға қатысты сұрақтарыңыз болмаса, ұсыныстарыңыз бар ма? Болмаса, сұрағыңыз бар, иә? Айта беріңіз. Так. Роспроектте
проекте. Сіз жаңа 9 плюс 2 11 траншея болады дедіңіз ғой, Иә, иә. НДБ проектінің ішінде 6 траншея болады деген норматив, допустим, Богорск деген жобасында. Ал алдында бізде сосын бізде сараптама заключение по результатам оценки воздействия на окружающую среду сараптама қорытындысын алған, онда 11 скважина, 11 траншея болады деген. Сосын размерлері әртүрлі. Мына Рос проектте қазіргі бізде қарауда жатқанда 2 траншея размері 12-де 344, 9 траншея размері 12-де 262 деген. Неде заключениеде 2 траншея 185-де 5 деген, 9 траншея 279-да 5 метр деген. Неге бұндай сәйкес емес объемдары, несі, көлемдері әртүрлі таралып кеткен. Шымкент Ғалия ханым қосыласыз ба? 6 болады деген, бір кезде 11 болады деген. Әр жерде әртүрлі мәліметтер бергенсіздер ме? Қазір білеміз оны. Ғалия ханым, Шымкент қосыласыз ба? Ulan звондап жүресің ба? Қосылдыңыз ба? Иә, саламатсыздар ма? Бұл жерде 11 траншея болады ғой. 11 траншея болса, енді сіздер мына құжаттан көріп тұрсыздар бізге. Әрі қарай осы құжатпен кетеді. Сонда 6 траншея болу керек пе, 11 траншея болу керек пе? 11 болу керек, 11. Енді неге 6 деп қойғансыздар? Оны жөндеп, замечание беріп, жөндеп береміз. Замечание берілді, бүгін алдында кетті замечание сіздерге. Қамқор қойған осы жоба бойынша. Сосын алдыңғы бізге берген құжатта пәтеріне болады деген, склад, склад, залы, болады деген. Ал бірақ мына қателерді жазып тұрсыз, қателер болады деп, бұл қателер жоқ деген, қателер жоқ бұнда. Склад да жоқ, склад залы да жоқ, склад угля да жоқ. Тек қана бес болады деген. Ағай, алдында қаралмаған. Екі жоба бір, екі объектіні қарап тұрған жоба сияқты бір-біріне сәйкес келмейді. Отчетта деп жатсыз ба? Отчетта басқа қаралған, НДБ-де басқа қаралып тұр. Очистное сооружение болады дегенсіздер, Росте очистное сооружение отсутствует дегенсіздер, бұл договормен суды тартып алып кетеді дегенсіздер. Алдында очистное сооружение салынады деп тұрып, накопитель болады дегенсіздер ма, құдайым, барлығын Жоқ, ондай болмайды. қойсыздар ғой шатастырып. Басқа біреудің жобасының үстінде басқа жобаны жазып бергенсіздер ғой. Тут накопитель болмау керек, полигон болған жерде, тут накопитель очистной. Заң талабына сәйкес. Қатып қалады ғой. Ол Заключениеде полигонда сброс жоқ, ол жерде көп накопитель болмайды. Болмайды, я. Сіздер болады деп қойып тұр ғой енді, жобада, осы проектте. Көріп шығарсың, оны қазір. Шығыңыз. Иә. Бір проекттің үстіне біреу жазғансыздар ма, түсінбедім, қалай кетті. Сосын жаңағы не, таразы болады дегенсіздер, бірақ таразы программа управления отхода, именно соларды қосып қою керек, таразы болады. Сосын жаңағы накоплениеда, таблица накопления бар Роспроектте. Соған размещение болады депсіздер. Размещение деген ол кодекстің изменениясы бойынша размещение деген алып тастаған қазір. Накопление деген бар. Накопление дегенді көрсетесіздер. Размещение деген ол ескі немен кодексте қаралған. Ол жерде захоронение болады ғой, полигонда. Захоронение болады, бірінші накопление болады сіздерде. Сосын барып сортировка деген захоронение болу керек еді. Иә, захоронение болады ғой, иә. Сол жерден машиналар тартатын тараз. негізінде ол объект салынып қойғанға енді салына ма? Енді салынады. Енді салынады, енді салынса, Роспроектіде осы салынатын бірінші, сіз эксперт, сіз проектировщиксіз ғой, сіз білесіз ғой, салынатын кезде бірінші құрылыс салынатын этап өтеді. Содан кейін эксплуатация
ол жерде құрылысы жоқ, сразу эксплуатацияны бастаған. Құрылысы қашан оценкасы, экологиялық оценкасы қарастырылмаған Роспроектіде. Сіз бірінші құрылысын қараңыздар, сосын барып эксплуатациясын қарау керек. Сосын период қашан құрылысы, қашан өткені сіздер 25 жылға уже норматив сұрап тұрсыздар, 25 жыл уже бітті ғой, сіздер қазір бүгін 17-сі норматив 25-ке қосыпсыздар. Келесі жылға қаралма, сол жерінде қарап кетіңіздер. Жарайды. Жарайды. 25 жыл норматив аламайсыздар, өткені 26-тан бастап қарастырмасаңыздар, құрылысы өтеді бірінші, құрылысынан кейін эксплуатация өтеді. Қарап Сол периодтағы жалғыз замечание даже ескерттім, ол туралы бердім замечание. Жарайды. Сосын осы айтылған сұрақтардың барлығы протоколға негізінде керек. Жарайды. ДС қоспапсыздар, алдында ДС деген жоқ, осы жолы осыға ДС-ті қосып қойыпсыздар. Жаңағы замечаниелеріңізді көреміз, сол кезде қараймыз ба? Иә, көріңіздер, ана осы замечаниялар. Жарайды. Қатысушылар тіл көрсетіп жатсыздар ма? Бар ма қатысушылар, алма? Мен көрмедім, жүр сұрап саған. Сізге көріп тұрып жоқ па? Жоқ. Өзі көрінді ма? Қатысушылардың нелері жоқ па, сұрақтар жоқ па екен? Сұрап жатырмыз, қатысушылар. Сұрақтарыңыз бар ма? Қатысушыларда сұрақ жоқ. Жақсы, аға, менде сұрағым жоқ, болса жаңа ескертпелерді ескеріңіздер. Түсінікті. Сұрақтар болмаса, қоғамдық тыңдау аяқталды. Қатысқандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.